Асқазан обыры өте жиі кездеседі. Оған қоса өмеш обырлары да бар. Халықтың демографиялық өзгерістерімен бірге өмеш обырының асқазанға қарай ығысуы байқалады. Яғни бұрын жиі кездесетін өмештің жоғарғы бөлігінің жалпақ жасушалы карциномасының орнына оқ түйіскен жеріндегі аденокарциномалар саны артып келеді. Аденокарцинома жас адамдарда, әсіресе оқ түйіскен жерінде, семіздікке шалдыққан науқастарда, темекі шегетіндер мен алкоголь ішетіндерде жиі кездеседі. Жоғарғы асқазан шек жолдарына жасалатын операциялар, әсіресе өмеш пен асқазан обыры туралы айтқанда, Ченайдағы науқастардың, әсіресе жергілікті халықтың көпшілігі өте кеш сатыда келеді. Науқастардың шамамен 3-2-сі аурудың 3-ші және 4-ші сатысында болады. Олар бізге жергілікті түрде асқынған сатыда келгенде, тек 4-тен 1 ғана тиімді радикалды резекцияға немесе емдеуге жарамды болып шығады. Көпшілігіне паллиативті ем жүргізіледі. Радикалды резекция жасауға мүмкіндік бар науқастарға өте дәл хирургиялық ем жүргізу аса маңызды. Ал мұндай дәл операциялар жоғары білікті мамандар жұмыс істейтін лапароскопиялық немесе роботты хирургия сияқты озыр әдістер қолданылатын мекемелерде жасалады. Роботтық және лапароскопиялық операциялар ауруханада жату уақытын қысқартып, операциядан кейінгі қалпына келуді жылдамдатады. Заманауи роботтық хирургия қатерлі ісікті емдеуде нағыз төңкеріс жасады. Өйткені тіндерді дәл ажырату арқылы біз тіндердің жарақатын азайта аламыз. Бұл науқастың тезірек қалпына келуіне айқын артықшылық береді. Медициналық онкологияға химиотерапия, радиотерапия және соңғы уақытта иммундық терапия жүргізу кіреді. Емдеудің барлық түрлерін біріктіру бұл науқастардың нәтижесін жақсартты. Мен атап өткім келетін тағы бір мамандық саласы – гепатобилиарлық хирургия. Бауырдың қатерлі ісіктері үшін резекцияларды, сондай-ақ қатерлі ісіктерге арналған ұйқы безінің резекциясын қоса, бауырға трансплантацияланбаған хирургиялық араласуды қоса, гепатобилиарлық хирургия. Ұйқы безінің резекциясы лапароскопиялық әдіспен жасалды, ал роботтық хирургия. Роботтық хирургия арқылы біз тіндердің анатомиялық диссекциясын және анастомозын дәл жасай алдық. Бұл науқастардың сауығуын және нәтижелерін жақсартты. Рахмет сізге.